мынау ЦКЗ жақ қой, Қызылорда қаласында. Енді мынаны мемлекеттік бағдарламамен мынау теплицалардың бәрін соқты. Миллион миллиардтаған ақша кетті, осыған. Бүкіл мынау Қызылорда өңірін, облысын көкөніспен қамтамасыз етеміз. Одан қалды жаңағы шет мемлекетке шығарамыз деді. Міне біздің билік, әкімдік халықтың ақшасын мақсатсыз, ойламсыз жұмсап, ақыр аяғы мінекей мынандай халге жетті. Міне қанша дүнияның бәрін салды, міне. Анау банан теріп ал, банан. Қазір мына екіншісіне ананас өсіп жатыр. Міне банан теріңдер мына жақтан келіп. Халқым, келіңіздер мынаған теплицаға. Мынада ананас өсіп жатыр. Анада қызанақ өсіп жатыр, міне. Міне, же, ананасты же, ананас тұр ғой, не мына боқ, жылқының боғы, сиырдың боғы, көні. Міне, қандай. Енді ше, мынаның жері әшейін лақса болып қалды ғой мынау. Қанша дүние, Құдай-ай. Не халыққа бұйырмады, не мемлекеттің абыройы айрандай төгілді мынаның біздің жаңағы билік, өңірдің билігі. Астана осыған не қарап отырсыздар? Астана не мынау енді ал? Қоқыс. Төбеден вертолетпен тікұшақпен ұшып көріңіздер, көресіздер сосын не болып жатқанын. Қаншама дүнияның бәрін ысырап қылып халықтың ақшасын далаға жіберіңіз. Жұмыспен қамтимын, анау қылам, мынау қылам. Кәне, міне шайтан көріп тұрсыздар ма, не көріп тұрсыздар? Кәне, жұмысшылар қайда, өріп жүрген жұмысшы жоқ, өсіп жатқан көкөнісі жоқ. 25, 26, 27, 28 сандарына дейін жазып қойған ғой, мінекей мынандай қылып, міне 25 деп. Мына патсанысына әкеп қойған. Бәрі удай қымбат нәрселер ғой бұның бәрі. Міне жолы жоқ, адам-бұдым шыққан. Міне контейнер әкеп бір нәрсе істеген ғой, істеген сымақ болған ғой, мына фундаментін құйып. Халқына жері жоқ, ұлтарақтай. Халқы жүр жаңағы, жерін ала алмай. Далада қаңғып. Пәтерден пәтерге. Міне. Қандай дүниялар әшейін мынаның бәрі қаншама ақша ғой, мынаны алып кетсе біреу, мынаған ше бір үйді шатырлап алады ғой, мынаны материалмен. Билік тарапы берсеңізші ше мұқтаж кісілерге. Мынау не енді ал? Не қарауылы жоқ. Мынаның бәрін алып кетсе қанша материал ғой мынау? Қанша материал, мынаны қара. Міне 1, 2, 3, 4 деп мына басталған ғой, әнеке 1, 2, 3, 4 деп. Көрдіңіздер ма? Ана жерден перс теріп алмадым ба, үйге перс алып кетейік. Анада баклажан бар. Екі әкімге теріп аш, апарып берейік. Жеңгелеріміз тамақ істесін. Міне. Көрдіңіздер ме? Баклажан салбырап тұр. Жеңдер баклажан. Су құбырларын әкеп қойған. Құдай, қаншама дүнияның бәрін ысырап қылып, тоғын жүргізіп, бәрін істеп, масқара қылып. Далада қалды ғой, далада қалды. Сонда ше мен таңғаламда осына проектілерді қай несімен ойлайды екен, қандай ақылмен ойлап істейсіздер. Болашағы жоқ нәрсені неге мынандай ақша құртасыздар, халықтың ақшасын? Міне Тоқаев мырза, сіздер айтып жатсыздар ғой жаңағы, су алу мәселесін көтересіздер елдің. Сыртқы экономика, ішкі экономика деп жатсыздар, саясат деп жатсыздар. Мына ғой мына саясатқа соққы дейді, бұны білесіз ба? Сіздің саясатыңызға, халыққа арнап жатқан саясатыңыз, жолдауыңызға мынаны соққы дейді. Колоссальный соққы ғой бұл деген. Халықты сізге қара қарсы қою деп есептеймін мен бұндай нәрселердің бәрін. Жүгенсіз, жүйесіз, ешқандай мақсаты жоқ, армансыз істелген дүниялар ғой мынау. Хотя бы армандай да білмейсіздер ма, таңғалам сіздерге ше. Армандар орындалады деген бар ғой өзі. Армандасан бәрі орындалады. Арманда жоқ қой, сонда біздің биліктің кейбір кісілерінде. Адам армандай білу керек қой. Халқы мынандай болса, мен мынандай боламын деп. Тоқ келген ба? Тұр ғой ма, мына нелерін бәрі. Тоқтар. Бәрі. Суы да кеп тұр. Бұл кәдімгідей дәу болып істеліп, басталып, мына енді ақырая отақ басып, бәрі далада қалды ғой, зая болды. Мен қараш қаншама нәрсе ше, мынаның бәрін. Анан қара тоқтардың бәрі жегін шлангысы бар, тоғы бар барып тұрған. Шынымен ше, мынаны бар ғой,
Мынаның материалдары менше қанша материал ғой мынау деген. Мәссаған. Қанша қымбат материалдар. Пескоблогын өзі қаншама теңге тұрады. Мына пескоблог қой мінекей, көрдіңіз бе? Тоқтарын анау алюминиевый тоқ. Анау қалың мысалға ғой. Мынаның бәрі удай қымбат. Осының бәрі соқты ғой, пәленбай, мына қарасаңыздар халқым, пәленбай штук. Түйірден соққан қаншама. Ай, қу дүние-ай. Осыны игере алмаған, осыны ойлап тауып, әрі қарай аяғына дейін жеткізбеген, енді білмеймін енді. Қалай бұл? Айтарға сөзім жоқ енді. Тоқаев мырза, міне қараңыз, сіздер анау жаңағы Астанада жүріп, халықты жаңағы шындық айтқан халықтарды қамаумен айналысқанша, мына билік тарапын айтам ішінара. Сіздер қайта біздің күшімізді пайдалануларыңыз керек қой. Беріңіздерші маған бір проектімді бір қолданыңыздаршы, мен сіздерге көрсетіп берейін. Пәленбай жыл соның жаңағы жемісін жейтіндей мен сіздерге көрсетіп берем соны. Проектім бар да менің былайынша, шынды айтсам. Пәленбай миллиардтық проект ақшасымен кіріп тұрмын, тем более мен оған. 1,5 миллиардтың шамасындағы ақшамен. Қолданыңыздар шал. Нәлбаевтың алдына мен письмо жібердік. Соны қолданыңыздар шал. Қолдамасаңыздар, не үшін қолдамайсыздар? Соның жауабын беріңіздерші бізге, көрейік. Қандай нәтиже шығарар екенсіздер. Безопасность Республики Казахстан, ол, во-первых, оның ішінде. Екіншіден, развитие сельского хозяйства. Яғни сол развитиеға безопасность сельского хозяйства жатады. Міне соны қараусыз қалған дүния дейді мынаны. Міне мемлекетіміз қараусыз қалды. Мемлекеттің дүниясы болғаннан кейін қазір охраняемый зона болу керек. Өйткені мынаның бәрі мемлекеттің балансында тұр, мемлекеттің қаржысы жұмсалды халықтың бюджеттен. Сондықтан мынаның бәрі қазір бізде охраняемый зона болып тұру керек қой. А біз мына жерде ләтір лай болып жүрік ішінде. Мына жерге КамАЗ әкеп мынаны шырқ еткізіп алып кетсем болады ғой. Мыналар жарамаған, мен мынау стойкілердің бәрі темір ғой. Металға өткізерге болады. Нақа жарамаса дегенім ғой, металға ешкім өткізбейді ғой, бәрі жарамды нәрсе ғой. Мына трубалардың бәрі таптырмайды ғой, мысалы пәленбай теңге. Контейнер әпі жүптер. Жататын несін істеп қойған ғой. Міне қазақстандықтар, Тоқаев мырза көрдіңіз ғой, қандай жағдайға келгенімізді. Үкімет басшысы Олжас Бектенов мырза көріңіз мінекей. Қаланың дәл іргесінде тұр ғой, ЦКЗ-ның қасында. Туберкулездік больницаның қасында. Көріңіздер ғой енді қандай жағдайға ұшырағанымызды. Осыған енді шара көріңіздер. Мынандай проектілерді екінші кәрі ондай халықтың ақшасына жұмсап істемеңіздер ешқашанда. Масқара қылып. Масқараның масқарасы қылдыңыздар ғой. Не мынау енді алаңсыз ғой. Қаншама дүния. Ай. Жаңағы Сталиннің кезіндегі дейма сондай болу керек шығар. Атып жіберетін ше бірден. Халықтың ақшасы ғой бұл. Мен түсінерем де халықтың ақшасы болмаса екен. Халықтың ақшасы болғаннан кейін адамның ызасына тиіп жатыр ғой. Жылқылар қауын жеп атқан шығар ана қалған қауындарды. Аман болыңыздар. Құрметті қазақстандықтар, көрсетіп бердім. Бағасын беріңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар. Қаншама ақша кеткенін өздеріңіз саралай беріңіздер. Мынаның бәрі пескоблок, ішіне жіберген құрылғылары, ананың бәрі темірлер. Бағасын өздеріңіз беріңіздер біздің билікке деген. Қызылорда өңірінің әкімдері, міне, көріңіздер сіздерде. Жауап беріңіздер осыған. Пресс-службаларына жауап берсін, ресми түрде жауап берсін осыған. Қандай іс-шара қолданылып жатыр, ақшасы қайтарылды ма, қаяққа кетті ақшасы. Антикор мынаны прокуратура үшеуін жабылып тексеріңіздер мынаны. Кіру анықтаңыздар қанша ақша кеткен. Және мына жауаптылардың бәрін тартып, жауапқа тартып қылмыстық іс қозғаңыздар мынаған. Ресми жариялаңыздар халыққа. Халықтың ашуына тие бермей. Осындай нәрседен салғырт қарағаннан еліміздің аз-соз шығып бара жатыр қазіргі таңда.